Сазы менен елеттірген Еркебай. Көк сарай, көк арайлы көгімедің, куәмін өзің тартқан шеріне маң. Өзіңде хан ордасы тігіліпті, сен биік, мен аласа көрінемін. Өзіңде туылған соң кіндік кесіп, сен десе ақ жаңбырдай төгілемін деп ақын жырлаған көк сарай елді мекенінде соғыс ардагері және ферма меңгерушісі болған Баймақтың отбасында 1972 жылы Баймақұлы Еркебай өмірге келді. Иә, әрбір өмірге келген адамның туған жері, туған табиғаты, оның өнерлі болуы жолында әсер етпей қоймайды. Еркебайдың туған жері Сырдария мен Құмдарияның ортасы. Сырдариядан Тораңғыл тебірентсе, Құмдариядан Сексеуіл сүйсінтеді. Ал тарихқа бойласақ, Көксарайда хан ордасы тігілген. Мұнда туылып, өнерлі болмасқа лажың жоқ. Міне, Еркебайға да Көксарайдың киесі қонып, жаратушымыз сазгерлік өнерін сыйлапты. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй деп Абай айтқандай, Еркебай жастайынан қазақтың халық әндерін, бертіндегі қазақ композиторларының сазда өндерін жастайынан жанына түйіп, оны сүйіп өсті. Оңашада ой маржанына сүңгіп, қиялын шарықтатты. Әр баланың барған мектебі де маңыздылыққа ие. Мектебі мекен болса, оқытудың озық тәжірибесін қолданса, онда бала да сондалып шығады. Еркебай барған мектепте республикаға даңқы шыққан Мұхтар Әуезов атындағы мектеп еді. Кезінде кемеңгер Кішімат басқарып, одақ көлемінде де танылғаны бар. Осы мектептен тәлім алған Еркебай 10 жылдықты бітірген соң 1995 жылы Қазақ-Түрік университетінің тарих факультетін үздіктер қатарында бітіріп шықты. Әлкімді жігіт ізін суытпай, өз ауылындағы Ергөбек атындағы мектепке тарих пәнінің мұғалімі болып орналасты. Сабақты ине сәтімен десек, мектептегі қарбаласумен қатар Еркебайдың саз өнеріндегі шығармашылығы да өрістей бастады. Еркебай тарихты таңдапты. Тарихты білу, өткен ғасырларды білу, сол ғасырлардағы тіршілік иелері, оның ішіндегі адамдардың өмір сүрудегі оқиғаларына қанығу. Ал білікті ұстаз мұның бәрін меңгерген болатын. Өнер мен тарих бір-біріне етене жақын десек қателеспейміз. Өнерлі адам тарихты тез қабылдайды. Еркебай ағаның ұстаздық жолындағы асуы да айтарлықтай. Республикалық, облыстық, аудандық білім беру ісіндегі олимпиадалық сынақтарда үнемі жүлделі орындардан көрініп отырған. Жаратылыс берген талант ол тасада қалмайды. Көкөйге егілген соң мектеп өсіп шығуға әрекеттенеді. Жоғарыда Еркебайдың ән әуенді сүйіп өскенін айтқан болатынбыз. Расында да 1995 жылы Еркебайдың жүрек жарды әні өмірге келді. Оның алғашқы орындаушылары мектептегі талантты әнші оқушылар еді. Соның бірі де бірегейі Төленбаев Дәурен болатын. Біз отырарды ұлылар отанын деп келеміз. Бұған ешкімнің дауы да жоқ. Ендігіде ойланып отырсақ, Әбу Насыр Әл-Фарабиде еске түсірсек, Әл-Фараби адамзат тарихында ең алғашқы болып, музыканың үлкен кітабын жазған екен. Бертін келе, Шәмшінің қазақ елінде ән шамшырағын жаққанын білесіздер. Тілмашсыз әлем тыңдар симфониялар жазған мың болғыр, мың жасар Маңғытаевты мақтаныш етеміз. Бағы жанған Омаров та өзінің сазгерлігін мойындатып үлгерді. Ал Еркебай Көшербаев та осы айтушылардың жалғасы іспетті. Иә, жалғасы. Өйткені Еркебайдың күні бүгінге дейін жазған 100 әні бар. Ал бұл әндерді орындаушылар еліміздің таңдаулы да танымал әншілері болып тізбектеледі. Олар Құрман Шойынбаев, Нұрлан Өнербаев, Еркін Шүкімән, Фариза Құрманбек, Мақсат Айтжан, Дәурен Әбуов болып жалғасын табады.
Сазгер поэзияға да зер салып ақындарды да таңдай алған. Еркебайдың көңілінен шығып ән жазуына себепші болған ақындарды да айтып өткен орындақ. Олар Қадыр Мырзалы, Мұқағали Мақатаев, Фариза Оңғарсынова, Әселхан Қалыбекова, Исраил Сапарбай, Маралтай Райымбекұлы, Қабылбек Төретайұлы, Ғалым Жайлыбай, Қалқаман Сарин, Алтынай Қошаманова, Нұрғали Сердалиев. Өздеріңіз аңғарғандай, Еркебайдың талғам тарасына да тәнтіміз. Жалпы алғанда, Еркебайдың шығармашылығы туған жеріне, сүйікті отанына, танымал тұлғаларға, табиғат пен мәңгілік махаббатқа арналады. Қайырлы күн, өнер десе, ән десе, ішкен асын жерге қоятын арда қазақ, құрметті халайық. Бүгінгі өнер кешіне арнайы шақырылған құрметті қонақтар, биыл ауданымыздың 90 жылдығы аясында ауқымды іс-шаралар өтіп жатыр. Сол мерейлі мерекенің аясында бүгінгі өздеріңіздің дарынды ұлдарыңыз, бірлеріңізге дос, біріңізге аға, Еркебай Көшербаевтың «Отырарым әнімнің арқауысың» атты шығармашылық кеші. Ендеше қадірлі ағайындар, думанды кешке, өнер кешіне қош келдіңіздер. Қасиетті киелі Отырар өңірінде дарынды ұлдар көп, қадірлі ағайын. Солардың бірі кешегі Отырардың дарынды тұлғаларынан, Отырардың арғы бергі тарихындағы дарынды тұлғалардан аян алған бүгінгі кештің иесі Еркебай Көшербаев. Ендеше өздеріңіздің ыстық ықыластарыңызбен, қошеметтеріңізбен Еркебайдың өзінің жазған әні «Шәмшінің әні» атты әнімен авторды ортаға шақырамыз. Şəmşinin əni, şəmşinin əni, dağdaydan ketmez bal şirin dəmi, sızılıp demmen, jayadı jelmen, janға айтпаған жан сырың дәлі. Şəmşinin қырдағы
халқының әні. Шәмшінің әні, шәмшінің әні, шекара шексіз шалқыр қағып, төгілтіп сазын тербетті бәрін, ауылды оятып алты қырдағы. Шәмшінің әні, шәмшінің әні, шекара шексіз шалқыр қағып, төгілтіп сазын тербетті бәрін, ауылды оятып алты қырдағы, ауылды оятып алты қырдағы. Бәрекелді, рахмет. Айнұр, Гүлдана қыздарыңыз осы Ерекеңнің әдемі әнін сахнаға шығарып, осынау ән сері қауымға жеткізген әдемі орындаушылар, әдемі қыздар осы әр кеш сайын Ерекеңе гүл беріп, көңілін көтеріп қояды бұл қыздар. Рахмет қыздарға. Ал Ереке, құтты болсын, Құдай қаласа. Қош келдіңіз. Мынау Шәмшінің әні Еркебайдың әніне ұласқан құтты болсын. Кешегі қазақтың даласымен 40 жыл бойы әнге бөлеген Шәмші ағамыздың әні талай отырарлықтарға, талай қазаққа, Алаштың баласына қанатына ән бітіріп, сонау көкке шығарды. Сол Шәмші ағамыздың әннен қадір қасиеті қонып, бүгінде биікке көтерілген жігіттердің бірі, отырарлықтардың бірі осы Ерекең. Құтты болсын дейміз. Отырарда туылған әрбір перзенттің өнерден кедінде болмауы отырар топырағының қасиеттілігі деп білеміз, қадірлі ағайын. Ендеше осындай дарынды ұлын, дарынды азаматын бүгінгі көкке көтеріп отырған бүгінгі отырарлықтарға, аудан басшыларына алғысымыз шексіз. Ендеше Ерекеңнің әдемі ән кешін ашып беру үшін сахна төріне аудан әкімінің орынбасары Елекеев Тоқсейіт Артықбайұлын құрметпен шақырамыз. Келіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті отырарлықтар, құрметті көксарайлықтар десек те болады. Бүгін керемет ән кеші, құрметті шара болып жатыр. Бұл енді жаңа Сағынтайынымыз айтты ғой, Отырар ауданының 90 жылдығы болды. Осындағы барлық тұлғалардың осы елге қосқан үлестері, өзінен жүрегінен жарып шыққан осы Отырардың өркендеуіне қосқан үлестер талай аталып өтті. Міне бұл да сол кештің бірі деп есептеуге болады. Еркебай ініміз осындай шығармашылық, сазгерлік, өнермен әртүрлі адамның жүрегінен шығатын өлеңдер жазып жатыр. Бұл енді өзі Мұхтар Әуезов атындағы мектепті бітірген екен. Бұл енді менде осы айылдың тумасы болғаннан кейін Мұхтар Әуезов мектебін бітірген дегенде өзім бір ерекше сезімде болам өзі негізі. Өзіміз оқыған кезде осы Мұхтар Әуезовтің түлектеріне қызға қарайтынбыз. Барлық шығармашылықтар, барлық ой өнерлер, ақындар
кәсіпкерлер сол мектептің өзінен шығып жатыр. Сол кезде барлық сала бойынша бірінші орынды алатындығын оны мойындауымыз керек. Көксарайлықтың негізгі бір қасиеттері бар. Елге деген, отанға деген осындай шығармашылық, ойшыл, адамға деген, қатқа деген қасиеттілік. Кеше көптеген іс-шаралар өтті. Әртүрлі тарихи, танымдық, осындай адамның руханиятына әсер ететін үлкен кездесулер болды, үлкен құрылыстар жүргізілді. Соның өзі мына көксарайлықтардың елге деген өзінің ой пікірінің таза екенін көрсетеді. Сондықтан тағы да айтам, Отырар ауданына болса да көксарайлықтарға осындай жанашыр ән шығармашылықпен елге танымал болып, Отырардың ән арқауы бойынша көтеруге атсалысқандар үлкен рахмет айтамын. Жалпы мынау сазгер деген ұғым маған таңсық емес. Жаңа осы жерге келгенде Арысбек ағамыз кеп қалды. Енді 80 жылы сол кісінің қолынан менде баян несімен білім алғаным бар еді. Сонда да осы мені бір ауданнан өкілге құттықтап кетті. Ойламаңыз, Ереке, мынау ән кешіңіз құтты болсын. Сондықтан сазгерге, музыка деген әлемде менде кішкене жақындығым бар. Тарих факультетін бітірген екен. Мұхтар Әуезов өмір баянды көрдім. Тарихты білмей, адам алға қарай өз шығармашылық, өз ойларын ешқашан жеткізе алмайды. Ғылымдық, тәжірибелік сабақтар берген екенсіз. Ісіңізге творчестволық табыс тілеймін. Іске аса берсін. Қуаныштымыз мынау. Осы әнді әр жерге тарқатып, осы отырарлықтардың көксарайлықтан шыққан ән деп әрқашан айтып жүріңіздер. Жаңа керемет ән айтылды. Мен өзім толғанып, тебіреніп кеттім. Жаңа Сағынтай ініміз айтты ғой. Шәмшінің бастаған әндерімен әрі қарай табан туындап, жалғасын таба береді деп. Мынау сізге табыс тілеймін, Ереке. Елге, халыққа өз шығармашылығыңызбен жүрегіне ой сала беріңіз. Бір кездері бір ақын айтқан екен, поэзия деген махаббаттан басталады деп. Осы өнердің бәрі елге деген, халқыма деген өз махаббатыңызға шыққан болып деп есептеймін. Творчестволық табыс тілеймін. Тағы да әндер жаза беріңіз. Елге таныла берсін, елді біріктіре берсін, жаңашылдыққа рухын көтере берсін. Құттықтаймын шын жүректен. Аудан әкімі атынан, аудан әкімі аппараты атынан үлкен жетістіктерге жете беріңіз. Рахмет. Қадірлі ағайын, Ерекеңе осы жақында біздің ауданның дүбірлі тойы өтті, бәріңіз білесіздер. Сол тойдан үлкен тұлғаларымызға, осы Отырардан шыққан ғалымдарға, мынау саясаттың шыңында жүрген ағаларымызға, әр саланың өкілдеріне осы Отырардың 90 жылдығы медаль тапсырылған болатын. Ендеше сол тойдың теберігі болсын деп арнайы медаль мінекей. Ерге жақындаңыз. Отырар ауданының 90 жыл төсбелгісімен Көшербаев Еркебай марапатталады. Жалпы бұл отырарлықтардың, осы Отырардың дамуына, өркендеуіне үлес қосқан, творчестволық рухын көтерген, бірлікке, ынтымаққа жетелеген тұлғаларға беріліп жатыр. Осы тұлғалардың бірі Ерекең деп есептеңіздер. Ереке, мынау марапатыңыз құтты болсын.
Бәрекелді. Рахмет. Ереке мынау енді өңірге медаль тағып шапан кигесін ән жазуды қойып депутат болып кетпеңіз тағы да. Рахмет. Әкімі сахнаға шығып, сазгер марапаттап жатса, қолдап жатса, бұл отырардың өнерпаз қырандарына деген қолдау деп білеміз, қадірлі ағайын. Тағылым тарихыдыр түбі құнды, қарсалдың отырарым ұлы күнді. Арасып алшаң басып Азиядан тұғырға сен көтердің рухымды. Көсілдім, тұяқ тарпып еркін өсем, о менің отты өлкем сертімесен, жұпарлы өлең жасалар медім, жусанның иісіне елтімесем дейді, қадірлі ағайын. Мінекей, отырардың қасиеті осында. Отырардың дарынды ұлдары осылай өлең жазады. Осы бүгінгі Ерекеңнің өзінің рухтас інісі Нұрғали бауырларыңыздың жыр шумақтары бұл, қадірлі ағайын. Ендеше өнер иесінің бүгінгі әдемі кешіне аппақ тілегімен келген, жырларымен келген қадірлі ағаларды құрметтермен ортаға шақырмақпын, құрметті ағайын. Құттықтау сөз Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, мәдениет саласының үздігі, композитор Сердәлі Бекжігіт Кенжебекұлын ортаға шақырамыз. Қазақстан жазушылар одағының хатшысы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ыбырай Маралтай Райымбекұлы бүгін біздің ортамызда қадірлі қонақта, қошеметтеп қойыңыздар. Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері, облыстық жазушылар одағының төрағасы ақын Айдар Сейдәзім. Ағалар, келіңіздер сахнаға. Ассалаумағалейкум, аса қадірлі, құрметті, ғизатулы отырар топырағының жұртшылығы. Менің жүрегім ғана толып тұрған жоқ, тіземде дірілдеп тұр, білдірмей тұрмын. Өйткені мұндай топыраққа келіп сөз сөйлеу үшін, білмедім, ол енді қиын нәрсе. Сондай ғизатулы, салтанатты сәтті басымнан кешірсіп тұрған сіздерге рахмет бірінші. Екінші, Ереке, саған рахмет. Мына жерде ресми тұрғыда отырардың 90 жылды деп жазған. Енді бәріміз білеміз әрине, отырардың тарихы ол мыңжылықтарға ұласып кетеді. Сол мыңжылықтарда қаншама ұлылар бұл дүниеге шыр етіп, бұл топырақта келмеді, кіндігі кесілмеді. Мына жүргізуші бауырым айтып жатыр, солардың жалғасы, солардан рух алған, аян алған, үн алған Еркебай деп, шындығында да бұл солай. Ол өзінің туған топырағына, туған еліне баға беруден, оның алдына перзент болып шудан асқан құрмет ешқашан болған емес, содан артық. Бүгін Ереке, Еркебай бауырым, сен сондай халді бастан кешіп тұрсың, бақытта, қарқалази құтты күнді еңсеріп тұрсың. Біздің қазақ баласы қай кезде сөзін, ділін, дітін, дәмін, бояуын терең сезінген. Қазақ баласы сөзден туып, сөзден өлген. Мен Еркебайдың бір ерекше қырын айтқым келеді. Ол сөз тануында, сөзді білуінде, сөздің дәмін білуінде, өйткені қандай ғажайып қазақтың керемет ақындарының жырларына ән шығару дейтін ол оңай дүние емес. Мен өзіме байланысты айтатын болсам, менің Кентавр дейтін жырыма Ерекен ғажайып ән шығарды. Оны бүгін Құдай қаласа қазір орталарыңызда қазақтың бүгінде бас әншісі деп аталатын Еркін Шүкіман бауырымыз келіп отыр. Ереке, бір көрініп қойыңыз. Еркін Шүкімановқа алдынан қарасаңыздар да, жанынан артынан қарасаңыздар да бүгінгі қазақтың дәстүрлі дүниедегі
бас әншісі деп аталады қазір, солай аталып жүр. Сондай әнші алдарыңызда келіп тұр. Жақсының жақсылығын айту үшін ғана айтып тұр Мереке. Мінекей, бүгін өнерден, әннің, сөздің мәдениеті салтанат құрып тұр алдарыңызда. Осы Еркебай бауырымыз менің Кентавр дейтін өлеңіме ән шығарды, әрине ойлаймын. Ол өлеңді аударып төңкеріп қарады, оның мәнін салмағын ұқты деп ойлаймын. Бұл Кентавр дейтін өлеңді мен қазір сізге оқимын. Бұл деген біздің елдің, ұлттың, түркі жұртының рухы. Кентавр дейтін нәрсе жалпы маған ұқсайды. Басы мен сияқты болады да, денесі жылқы сияқты болады. Бәріміз сол сияқтымыз. Өйткені Қытай халқының бір даналығы бар. Адам не жесе содан тұрады дейді. Одан да басқа шын мәнінде біздің болмысын бәрі кәдімгі арғымақ, тұлпар, жылқы, тарпан осы дүниеге келеді ғой. Сол кезде мына батыс мәдениетінің өкілдері көне бұлар адам бар, жылқы ма не пәле деген ғой. Бүткіл әлемді жаулап келе жатыр аттың үстінде. Сол болмысты Еркебай бауырымыз таныған ғой. Танып әңгіп шығарған. Соны қазір еркін орындайтын болады. Мен соған жетейін, мынау көке үйдегі ой ауздан шыққанда көркі қашып жатады. Талай нәрселерді айтамын деп шығып едім. Енді басқа да уақыт дейтін алтын басқа кісілер тұр сапта. Өлең оқиын. Мынау енді сахнада мылтық тұрса атылу керек деп айтқан Станиславский дейтін бір атан. Сол сияқты ақын шыққаннан кейін ол негізі сөз емес, өлеңді оқу керек шындығында. Мен сол Кентаврды бастайын. Тұлпарға мінген ұлы даланың тарпан мінезді ұлы боламын, жауларым семсер сілтеген сәтте қиылған талай гүлім қарағым, тереңдеп кеткен әжімің деме, бүгінге қарап қажыдым неге, соңқарлар анау торғайға түсіп естілмей кетті қазыны көлде, бір ғажап рух ғарыштан келіп, дұшпанмен бабам алысқан дедік, сүйемдей жерге сүйегім берген арыстар туып, намыстан өліп, күнеден қалған жыртегін ұқсақ, ұйқыдан безем күлтігін құсап, келмейді мені мойындағысы өркендеттік ділдеген сап, нағылсын сонау заманды надан, жаулаған жарты ғаламды бабам, толассыз уақыт толғату керек табанға салса, адамды адам болмауы тиіс, мұратым мұңды, толағай бір ұл туатын сынды, тарпан жүректі кісі бейнелі, кешегі біздің ұғатын сырды, тарпан тұлғалы, кісі бейнелі, бабалар бүгін түсіме ембейді, солардан қалған жүрек қой мынау, жүрегім неге кісінемейді, пұшайман халім өртеді мені, қылғобыз кеудем шертеді нені, жал бүттіген ет жотама менің, оқиғадағыдай ертегідегі, ғаламат солай басталып бір сәт, құйғытып кеттім тастарды турап, атылдым көкке, жай сияқтанып тегім алтын, ай сияқтанып, алапам тасып, ақырып төніп, әруағымды шақырып келіп, шығысқа қарай адырна тарттым, жар болса тәңірі ақырын беріп. Құрметті Ереке, мынау бұрын бізде бір кітап сыйлау дейтін мәдениет болатын еді. Осы биылғы жылы 23 сәуірде Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев кітап күні деп жариялады. Ол кітаптан асқан құдірет нәрсе жоқ. Кітап дүниенің бастауы, кітап дүниеден басталған, кітап көктен түскен, сол кітап қайттан көкке ұшып кетпеу үшін мен сіздерден өтінем, кітап оқып тұрыңыздар, бір-бірлеріңізге кітап сыйлаңыздар. Бұрында ағаларымыз, әкпелеріміз өздерін жақсы көрген азаматтарына, азаматшыларына кітап сыйлап тұратын дәуір болғандықтан соның шет жағасын көріп едік. Енді мынау заман осындай, кезең осындай. Кітапсыз ешқайда барамаймыз. Дүниенің кілті бастауы кітапта. Ереке, мынау өзін ән шығарған Кентавр дейтін өлеңмен аттас кітапты саған бүгінгі кеште шын жүрегімнен ұсынамын. Кел. Көреді. Дәу жігіт болды, шәмшаған сияқты.
Қадірменді Еркебайын еркелеткен ән сүйер қауым. Отырардың әрбір ши жыңғылы отырардың жусаны ән салып тұр. Өйткені мұнда Фараби саз әлемін бүкіл дүниежүзіне сүйсінткен. Мұнда Шәмші ғажап вальстермен әлем жұртшылығын таңғалдырған. Енді бүгінгі суретті сөйлеткен Әділхан бүкіл Қазақстанды таңғалдырып жатыр. Міне солын аяғын алып, біздің міне Еркебай ғажап әндерімен осы отырар төрінен бүкіл қазақ жұртына әнмен сәлем жолдап жатыр. Жалпы Еркебай, мен де ән жазамын, мен де композитормын, осы артымыздан ерген жақсы талантты әнілеріміздің бірі. Еркебай қазіргі қаптап кеткен ән жазғыштар бар. Әйтеуір қолына ілінген сөзді жазады, сөз таппаса өзі жазады, өзі жазбаса көршісіне жаздырады әйтеуір. Сондай ән қаптаған заманда біздің Еркебай әннің сөзіне талғаммен қарап, ән мен сөздің қабысуын ерекше алдына мақсат етіп қойғаны сондай бір талантты композитор. Осы бір қасиет үшін біз құрмет тұтамыз. Еркебай тек ән шығарып қана қоймайды, сол ән арқылы қазақ музыкасының қандай колориті болғанын, біздің сонау ежелгі заманнан ақан сері Біржан Салдан бері қарай үзілмей келе жатқан біздің ән әуен стилін собой қалыптастырып, собой сақтап келе жатқан композитор. Соны үшін құрметтейміз. Жұлқыма қазіргі екі иықты жұлып жеп, әлгі қыздар шыңғырып, шашын ол оңға да солға да сілтеп, ақырында жылап, еңіреп айтатын, еңіреп тыңдайтын әндерінен жазбайды бұл. Бұл халықтың жүрегіне сыбырлап, сырласып, халықпен етене мұңдасып жазады. Сондықтан Еркебайдың әндері дастархан басында, әдемі ортада, достардың арасында айтылып жатады. Сондықтан мұндай композиторды сіздер алақандарыңызға салып, аялап жүргендеріңізге үлкен рахмет айтамыз. Ендігі біздің бір арманымыз, Еркебай Қазақстан композиторлар одағына мүше болу керек. Кезінде Шәмші осы одаққа мүше бола алмай, білесіздер, қаншама жылдарын өткізді. Енді Еркебайдың сол шал-шауқан болып 60-70-ке келгенін күтпей, бүгін Еркебайды біз сондай құшағымызға алып, одаққа мүше етейік, Еркебайға шабыт сыйлайық. Рахмет сіздерге. Ассалаумағалейкум, ардақты қасиетті киелі отырар өлкесінің халқы. Бүгін енді ерекше күн. Енді өзім таңғалып отырмын. Не бір таланттар келіп отыр, тарпаңдар келіп отыр. Осы кешке Маралтай ағамыздың өзі келуі. Мұқағалидан кейінгі екінші Мұқағали атанған Маралтай ағамызға шапалақ ұрып қойықшы. Сонау Алматыдан, Астанадан келіп отыр. Бұл кісінің енді бірде Алматы, бірде Астана бармайтын жері жоқ қой. Бұл кісі қазір енді білесіздер, қазақтың мықты белді ақындарының бірі. Бағана айтып отырмын ғой, жастайымыздан қасында жүріп еліктеп өлең жаздық Мәкеңе. Ерекеңде өте былай айтқан тырнақшаның ішінде қу екен деймін да. Бұл кісі де мықтыларға барып ұрынады екен. Мықтылардың өлеңіне ән жазады екен. Бұл да бір ұлылар тауып алады дегенде сияқты Ереке. Бағана көріп отырсам, не бір мықты марғасқа ақындардың өлеңдеріне ән жазып бастаған екенсіз. Енді Ерекең сияқты таланттар ауылда жүріп ақ қазаққа танылуды, ауылда жүріп ақ сыйлы болуды, ауылда жүріп ақ өнерге қызмет етуді дәлелдеп қойған. Көк сарайда тұрып ақ бүкіл әлемге қазақтың ән өнеріне үлес қосып жатқан жігітімізге де бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Енді мына қасымда тұрған Бекжігіт ағайды білесіздер, бүкіл жас жұбайлар өткенде ғана Бекеңнің шығармашылық кеші өтті. Сол кезде мен сөйлегенде былай айттым.
өзі сазгерлердің құлағы дәу болады, байқасаңыздар. Екеуінің де құлағы дәу енді. Мынау бұлар дыбысты жібермейді да ары бері. Әнді, үнді жібермейді. Бұл енді сазгерлердің қасиеті болу керек. Шәмшінің де құлағы дәу болған, байқасаңыздар. Мынау үнді жібермейді ары бері кетпейді. Бізден кетіп қалуы мүмкін, енді біз локатор емес. Осы тегін емес деймін да, мынау Бекжігіт ағайды білесіздер. Бекжігіт Сердәлі деген Жас жұбайлар әнінің атақты. Бәріңіз сомен үйлендіңіздер да, білесіз ғой, а? Сендерге әрдайым орын бар деген әннің авторы мінекей. Алдарыңызда тұр. Сосын мен өткенде шығармашылық кешінде айттым, бұл кісі бірінші үйлендіріп алады дедім. Үйлендіріп алады, сендерге әрдайым орын бар деп үйлендіреді, осы кісіге сеніп үйленесің. Сосын ана келіншегіңді алып келатқанда ауыл жатыр той жасап деген ән шығарады ғой. Тойыңды жасап береді өзі, бір әнімен. Сосын енді сәл уақыт өткеннен кейін неге үйлендім деген сұрақ келеді ғой бәрімізге. Неге қандай еді атты? Гүлдемейсің деген әні бар ғой қазір. Соны айтады да неге деп өкіндіреді ғой. Сонымен әйеліңе сонымен сөйлейсің, одан кейін енді біраз енді балашаға туып тастайды ол кісі. Еңбегін сіңіріп тастайды. Сосын ризамын деген ән айтасың оған. Ризамын деген әні бар. Осы кісі өзі үйлендіріп, енді ажыратып жібермейді енді. Сосын жарыма деген өлеңмен бітірді ғой әйтеуір. Бұл композицияда бұл кісінікі. Ендеше міне бүкіл қазақ айтып жүр, Қытай қазақтары іздеп жатыр бұл кісіні. Міне солардың қатарында өзінің інісі. Өткенде бір танысып атқан кезде таңғалып жатыр, екеуі бір аталас екен екеуі, ағайын екен. Міне ағайын болуы да композиторлердің тегін емес деп ойлаймын. Мынау Ерекеңнің бірінші әнмен танылған Кентаврды әнге айналдырып жібергенде болып тұр ғой. Бүгін Ерекең өзі келіп отыр, Шықман ағамыз бағана шапалақ ұрып қойдық. Бұл ағамыз да міне бүгін отырардың халқының алдында сол әнді орындаймын деп келіп отыр. Біз енді көп созбайық. Ағамызға енді бізден үлкендігі бар бұл кісінің. Бағана айтып жатырмыз, Түркістан білесіздер 6-7 жыл болды құрылғанына. Сол аз уақыттың ішінде бір қатар одақтар, шығармашылық ұжымдар құрылып жатыр, қайта құрылымдалып жатыр. Соның арасында енді бізде ой болып тұр, Құдай қаласа өзіміздің Түркістан облыстық композиторлар одағының филиалы ашылса деген ниетте болып тұрмыз. Сол филиалды Құдай қаласа Бекең тізгіндесе деген ниет бар. Сол кезде осы кісілерде мүше болып, әлі осы жердегі кеш Түркістанда, Түркістан сарайында, конгресс холлдарда, Құдай қаласа үлкен ареналарда жалғасын тауып берсін. Сізге шығармашылық табыс дейміз. Енді мынау отырарға келгеннен кейін отырардың халқы әнге сусындасын деп әңдерге, әңгімелерге қойып, әндерге кезек берейік. Шығармашылық табыс тілейміз, Құдай қаласа. Аман болыңыздар. Рахмет, Айекең әдемі жеткізді әннің құдіретін. Осы біз студент кезімізде біздің енді әке-шешелеріміз Шәмші атамыздың әнімен ер жетті бой түзеді ғой, біз енді осы Бекеңнің әнін сүйіп айтатын тұмыз институт қабырғасында. Айекең әдемлеп, әспеттеп айтты тура. Рахмет, осындай өнер иелерін құрметтеп, халыққа әндерін насихаттап жүрген осындай біздің Айекеңдей әріптесіміз болса, өнер деген, ән деген ешқашан жерде қалмақ емес, қадірлі ағайын. Енді біз көп сөзбай әнге берейік. Әйгілі Марғасқа Маралтай ақынның өлеңіне жазылған біздің Ерекеңнің Кентавр атты әнін белгілі әнші, халықтың жүрегіндегі қадірменді әншісі, Әміре Қашаубаев атындағы әншілер байқауының лауреаты, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері, Құрманғазы атындағы консерваторияның профессоры, әнші Еркін Шұқыман сахна төрінде қадірлі ағайын қошеметтеп, қол соғып қояйық кәнекей. Армысыздар, құрметті отырар ерінің халқы, ағайындар.
Мен Еркебаймен осыдан 20 жылға жуық уақыт бұрын таныстым. Бұл 2008 жылдар мөлшері. Ол кезде қазір қазаққа белгілі Біржан Сал деген фильм бар. Досқан Жолжақсын түсірген, өзі ойнаған. Сол Біржан Салдың фильміне ән жазып жатқан кездер еді. Біреу хабарласып, бір жас жігіт, өзім қатарлы болса керек, Шәуілдірден іздеп келіп тұрмын сізді деп. Сондағы шаруасын айтты, мен ән шығарушы едім ептеп. Сіздің Шәкәрім Құдайбердіұлының әндерін айтатыныңызды газеттен оқып, осы Шәкәрімнің сөзіне жазылған әндерім бар еді деп, әндерін алып кепті. Қазақ фильмде болатынмын, сол жерге келіп, мен жұмыс істеп отырған жерімде біраз күтіп отырды да, жұмыс біткеннен кейін шығып әндерін қарадық. Соның ішінде осы Шәкәрімнің әндерімен қоса, мына Маралтай Мәкеңнің сөзіне жазылған, жаңағы Кентавр деген өлеңіне жазылған әнін мен көзім оттай басылды. Алдымен ана өлең маған таныс болды. Мынау таныс өлең ғой деп, Маралтай ағаның сөзіне жазылған әнім еді деп. Міне сол кезден бастап осы Кентавр әнін айтып келе жатырмын. Әдетте өзіміз әншілер мынау әнді алған кезде оның кейбір жерінің қырнап, жөндеп, жонып, өзімізге қарай икемдеп әндерді біраз реттейтініміз бар. Бірақ осы дәл осы әнге ештеңе істегем жоқ. Дәл ән қалай, сол бетінде айтылды. Кейіннен Қазақ радиосына жазылды. Маралтайдың бірнеше шығармашылық кештері болды, сол кезде орындалды. Анау Атырау жерінде орындалды. Алғаш Атырауда орындалды, иә Мәке? Сол жерден бастап қазір Қазақ радиосынан жиі беріліп тұрады. Жаңа заман композиторларының әндері дегенде осы Еркебай бауырымыздың әні қазір Қазақ радиосынан беріліп жатыр. Енді мен бүгін келіп, мына Еркебайдың шығармашылық кешіне келіп қуанып жатырмыз. Жаңа ағаларымыз айтқандай, рас ауылда жатып, көптеген шаруа тындырып жатқан ел ішінде қазақтар көп. Солардың бірі де осы бірегей осы Еркебай ғой деп ойлаймын. Мынау қазақта арқа ән дәстүрі, батыс ән дәстүрі, Ғарифолла Құрманғалиев мұхит қалыптастырған, сыр өңірінің жыр мектебі, жетісу ән дәстүрі дейтін болатын болса, осы оңтүстікте де мынау үлкен бір бүгінгі күнде дамымай, кәдімгі насихат аздау болып қалған үлкен ән дәстүрі бар бұл жерде де. Ескіден келе жатқан халық әндері бар. Солардың сол халық әндерінен, халық мұрасынан сусындап, бүгінгі күні өздеріңіз араларыңызда жүрген мына Еркебайдың бүгін ғана біліп отырмын 100-дей әні бар екен. Бұл нәрсе жаңа Бекжігіт ағамыз айтқандай, жаңағы композиторлар одағына мүше болу керек. Ол үшін үлкен жақсы сапалы жинағын шығару керек, әндерін отаға түсу керек, сондай қызметтер жасау керек. Біз Еркебайдың шығармашылығына әлі де жақсы әндер шығара беруіне тілекшіміз. Ереке, мына бүгінгі тойың, кешің құтты болсын. Бұған дейін кеш жасадың ба, жасамадың ба, мен білмеймін, бірақ мен үшін бұл бір үлкен тырнақалды дүниең болып тұр деп есептеймін. Барлығы құтты қайырлы болсын, әндерің көбейе берсін. Енді сол әндеріңді әлгі бізге 3-4 жылда бір хабарласпай, енді жиі хабарласып әндеріңді жіберіп тұр. Әндеріңді көп жіберсең, соның ішінен таңдауға да жақсы болады. Әндеріңді жастар, біз секілді әншілердің сахналарда айтып жүрген дұрыс. Сонымен Мәкеңнің сөзіне жазылған Кентаврды орындап берейін. Еркебай Көшербаевтың әні.
Тұлпарға мінген ұлы даланнан тарпаң мінезді ұлы боламан. Жауларым семсер сілтеген сәтте қиылған талай гүлім қарағам. Бір ғажап рух ғарыштан келіп, дұшпан мен бабам алысқан деді. Сүйемдей жерге сүйегім берген арыстар туып намыстан өлі. Арыстар туып намыстан өлі. Көнеден қалған жыр тегін ұқсап, ұйқыдан безем күлтеген құсап, келмейді менің мойында қалса, өркениеттік тілдегі аңсап. Болмауы тиіс мұратым мұңда, толағай бір ол туатын сында. Тарпаң жүректі кісі бейнелі, кешегі біздің ұғатын сырда. Кешегі біздің ұғатын сырда. Тарпаң жүректі кісі бейнелі, бабалар бүгін түсімен бейді. Солардан қалған жүрек қоймының ау, жүрегім неге кісінемейді. Алапам тасып ақырып түнеп, әруағымдай шақырып келіп, шығысқа қарай адырна тарттым. Жар болса тәңір ақырын беріп, жар болса тәңір ақырын беріп. Шығысқа қарай адырна тарттым, жар болса тәңір ақырын беріп, жар болса тәңір ақырын беріп. Енді осы кештің алдында сәл ғана уақыт бұрын маған, мен өзім айттым, басқа да әндерің бар ма деп. Сосын менің енді мынау Абай облысынан Ертістің жағасында өскенімді біліп, өзінің Ертіс жөнінде жазған әнін жіберіпті. Бірақ ол ән мынау эстрада бағытына, басқа бағыттағы әншілердің айтқанына келеді, бірақ өте тамаша лирикалық ән екен. Сонымен қоса, тағы да мынау қазақтың үлкен ақыны, бағана экраннан көрсетіп кеткен ғалым Жайлыбай ағамыздың сөзіне жазылған Дәриға аққулар-ай деген, Мұқағалиға арналған өлеңіне жазылған Дәриға аққулар-ай деген әнін жіберіпті. Шынын айтқанда, бұл әнді жаңағы сөзін жаттап, жаңағы бойымызға сіңіре қойған жоқпыз. Бірақ бүгін бірінші рет осы жерде тұсауы кесілсінші, жібергеннен кейін сол бірнеше әннің ішінен бір әнін орындайыншы деп, бүгін екінші әнін орындап берейін деп отырмын. Қабыл алыңыздар, Дәриға аққулар-ай деген әні.
дүниенің көзіндегі армысың қара сазының төзімделі аққуа жетім көлдің ұйықтаса да алаштың арлы өлеңі көз ілмеді ау-ай. аққуым-ай сүмбе қанат ұшатын аспан тауданы күнге қарап дүрмегі көп дүниеде сусылы қанатыңнан кімге аманат ай. Тірліктің түсінгенге біз қонаға сырлассаң сыбызға мен сызданады мұңды өлең мұқағали мұқалмаған мұнартқан мұз елінің мұз балаға ай. Аққулар аққуым-ай сүмбе қанат ұшатын аспан тауданы күнге қарап ушуы дүрмегі көп дүниеде сусылы қанатыңнан кімге аманат ай. Гүлдерің жай қалғанда таптымдар ай. Білмедім қанатымы да қақтым қалай. Иесі киесі бар құдіретті дәриғай аққулар-ай, аққулар-ай аққулар, аққуым-ай сүмбе қанат ұшатын аспан таудан күнге қарап ушуы дүрмегі көп дүниеде сусылы қанатыңнан кімге аманат ай. Той құтты болсын. Міне осы аталған әндердің барлығы қазір жаңағы кентавр әндері консерватория студенттерінің орындауында да шырқалып жүр. Бұл консерваторияның оқу бағдарламасына да енген. Енді осындай керемет әндерді қалай айтпасқа? Кешегі дәстүрлі Ақан Біржандардың ізімен шыққан әндер ғой. Той құтты болсын. Өнерің өрлей берсін, Ереке. Рахмет. Ереке
Бұл ән бойыңызға сіңбеген қайдам, анаңыздан осы әнді айтып болған сияқтысыз ғой тура. Әдемі. Рахмет. Менің жаным аппақ емес қапқара, қапияда от дегендей мақтаға. Қарап қоям айнасынан уақыттың маңдайдағы тағдыр дейтін тақтаға. Тәнін орап тәлімімнің кебінін, жалпылдайды көптің жықпай көңілін. Жатырында қулықпенен сұмдықтың ессіз өскен баласынды өмірім. Бала арманым өлдекен деп тереңде, болмас іске қабағымды керем бе, жерге сыйлап жансыз қалған тәнімді, көкке кетем, көресімді көремді дейді Маралтай ақын қадірлі ағайын. Мынау өмір дейтін ұлы дәуіріңде артыңда өшпейтұғын сөзің қалса, айқын ізің қалса, Ерекеңнің әніндей әдемі әнің қалса, бұл адамзатта, бұл қазақта арман бар ма шіркін ай? Келесі бір жақсы сөздің кезегін, құттықтау сөздің кезегін ел ағаларына бермекпіз. Қадірлі Бақтияр Жақсыбай аға, Амангелді қарияларды шақырамыз. Серік аға, өнер төрі өздеріңізде келіңіздер қадірлі ағайындар. Қадірлі қауым, ел іші өнер кеніші дейді. Отырарлық ағайындар, отырар елі біз Қазақстанның қай түкпіріне барсақ та аузында жүреді. Сондай өнерлі ел екендігіне біздің ешқандай күмәніміз жоқ. Фараби бабамыздан бастап кешегі дүниеден өткен Шәмші ағамыз, Мыңжастар тәтеміз, сол сияқты кешегі Әселхан Қалыбекова мен Таушан әпкелеріміз айта берсе, сондай елді бүкіл жұртымызға, елімізге танытқан ардақтылардың ізімен келе жатырған, осындай елін сүйген, жерін сүйген, халқын сүйген Еркебай ініміз. Біз әшейінде Еркебайды бір баламыздай көреміз де сәлемдесіп өте береміз. Бірақ оның бойындағы қасиеттерін осы уақытқа дейін көп адам танып білмеуі де мүмкін. Мына бүгін енді осыдан былай қарай танитындарыңызға мен күмәнім жоқ. Сондықтан да Еркебай, айналайын, өркенің өссін, сазгерлігіңнің биік шыңына жете бер, деннің саулығын берсін. Алла саған ұрпағыңның, өсіп келе жатырған ұрпағының рахатын көр. Біз әр уақытта сені қуанышта болып, міне біз қайда барсақ та сырлы дарияның арындағысты арыстың әніне арналған әнді қазақ халқының түкпір-түкпірінде керек болатын осы шетелдерде қазір айтылып жүргендігін қазір телевизияда басқа ансамбльдердің орындауында көріп жүрсіздер. Ал енді бүгінгі мынау Кентавр әніне арналған бұл өлең шынында да тарихи өлең. Керек болатын болса тарихи өлеңдік болатын себебі ол Кентавр деген тәржіманы Фарабиден бұрын гректер біздің ата-бабаларымыз атқа мінген аттың үстінде жүріп жауынгерлік жасаған дана ата-бабаларымызға арнаған екен Кентаврды. Міне сол Кентаврға бір ақын сөз жазса, екінші бар ақын ән жазыпты. Құттықтаймын, осындай тарихи әндер көбейе берсін. Айналайын, Еркебай болам,
творчестволық табыс тілеймін. Денің сау болсын айналайын. Халқыңа қызмет жасай бер. Қызметің жана берсін. Еркебайжан, мынау Мұхтар Жаған ағамыздың бір Жароков көшесінде кездесу деген бір өлеңі бар. Сонда бір өлең жолдары бар. Лаулат алмай бойдағы барышыңды, жүрген кезім армандап алысқырды деп. Бойдағы кішкентай барышымды лаулатып осында елге бүгін Ақтөбенің қарыны жарылып, елімізге танымал сазгерлер, ақындар өзінің жоғары биік бағасын беріп кетті. Сол Ақтөбенің құтты болсын енді мынау. Сондай азаматтарға өзінің лайықты бағасын берген азаматтарға үлкен рахметімді айтам. Жалпы дендері сау, өмір жасы ұзақ болсын, өнер жолындағы еңбектері жана берсін. Мынау қошеметтеп, құрметтеп келіп отқан Көксарайлық ағайындарға, ағайын туыс, жекжат бауырларымызға, аудандық әкімшілік әкімінің аппаратына, аудандық мәдениет бөліміне, аудандық әдебиет және өнер қоғамдық бірлестігінің азаматтарына, арнайы мынау Әділхан бауырымызға, Нұрғали бауырымызға, осы кештің жоғары деңгейде өтуіне атсалысқан барша азаматтарға шексіз рахметімді айтам. Еркебайжан, мынау өнерің, әндерің қазақтың биік сахнасынан шырқала берсін. Қазақтың ән өнеріне өзінің өздік орны бар, үлесіңді қоса бер. Біз сенің сонда жетістікке жеткеніне қуанып жүре берейік. Денің сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын, балапандарың аман болсын, отбасыларың аман болсын. Сол бала-шағаның қызығын көріп, ән өнеріне өзіңнің лайықты үлесіңді қосып жүре бер. Рахмет. Рахмет. Ерекеңнің әдемі тойынан қарияларымызға арнай сыйлығымыз бар. Рахмет қариялар. Неменеңе жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің кемесіне бірі күтіп әнекей жағада тұр. Арсыз күлкің тыйылмас, жылауыңда, айтысыңда бітпейді ылаңыңда. Араздасып ағайын кетермеді, бір қария болмаса бір ауылда дейді. Қарияларымызды қошеметтеп қол соқпайық қадірлағайын. Ал енді қадірлағайын, біз енді бағдарламамызға оралайық. Ерекеңнің осындай әдемі қасиеттерін бағалап, өнерін бағалап, Қазақстанның алтын кітабына ендірді қадірлағайын. Сол кітапты табыстау үшін ортаға Эдельвейс Орта KZ Райымбек Республикалық редакциясының өкілі Гүлхан Аманжолқызы келіп отыр. Мархабат. Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Бірінші өзімізді таныстырып өтейік. Біз Эдельвейс Астана Орда KZ Райымбек баспа үйлерінің атынан өкілі ретінде келіп отырмыз. Есімім Гүлхан Аманжолқызы, әріптесім Мұрат Құрманбекұлы. Біздің халыққа қызмет етіп атқанымызға 10 жыл болды. 10 жылдың көлемінде халыққа пайдасы бар, тәрбиелік құндылығы бар дүниелерді шығарумен айналысамыз. Қазіргі таңда бізде керемет жоба жүріп жатыр. Естулеріңізде бар шығар. Жобаның атауы Қазақстанның алтын кітабы деп аталады. 12 саланы қамтиды: медицина, спорт, білім, кәсіпкерлік, мемлекеттік қызметкер, қаржы бизнес салаларында қызмет атқарған, еңбегі сіңген, халыққа сыйлы, құрметті азаматтарымыз осы біздің алтын кітапқа еніп жатыр. Осыған орай Көшербаев Еркебай Баймақұлының Қазақстанның алтын кітабына енуімен ресми түрде марапаттауға келіп отырмыз. Ал ендеше, құрметті қонақтар, Қазақстанның алтын кітабын ресми түрде марапаттауға рұқсат етіңіздер. Құрметті Көшербаев Еркебай Баймақұлы, сізді Қазақстанның алтын кітабында атыңызды алтын әріптермен, тарихта қалуымен шын жүректен құттықтаймыз.
Ой, бәрекелді. Және де арнайы төсбелгісімен марапатталады. Және де алтын кітапқа енгенін растайтын куәлігі беріледі. Құтты болсын барлығы. Рахмет. Бәрекелді, рахмет. Құдай қаласа ұзамай алтын кітап дегенде ән шыққан болған жар Ерекең тарапынан енді. Қонақтарымызға рахмет. Сонау алыстан келіп, арнайы кітапты табыстап, Ерекеңнің мерейін өсіріп отыр. Ал құтты болсын. Еншісінде ғұлама ғасырлардың арпалысын аңғардық хас ұлдардың, сүйем қарс жеріңді жауға қимай сүйегін сүйре бөлген асылдардың, көз қадасақ тарихтың көшіне кер, құмға айналған қаншама есіл өнер, айналайын отырар саған қарап, аз ғана сыр аңғарсақ кешіре көр дейді қадірлі ағайын. Мінекей осы жыр жолдарының авторы Дәурен Полатбаев деген ұлдарыңыз орталарыңызда, осы Ерекеңнің әріптестері, біздің осы отырардағы әдебиет өнер бірлестігінің төрағасы. Енді Дәурен алдына қадірлі ағаларын салып шықса дейміз. Академик Кендебай Қарабдал ағамыз бар, біздің отырардың арғы бергі тарихын өз өнеріне арқау еткен біздің қадірлі ағамыз. Кендекен қайда екен? Және отырардың құрметті азаматы біздің қадірлі суретші ағамыз Әділхан Мәлік отырардың арғы бергі тарихының барлығын өзінің суретіне басып қаламына тартқан ақын. Әдеке, келіңіздер. Және Ергөбек негізгі мектебінің директоры Кенбай Әліпбек кесін. Ортаға жақындаңыздар, қадірлі меймандар. Құрметті жерлестер, құрметті қонақтар, бүгін отырарды ерекше күн, тарихи күн. Тарихқа терең бойлаған Еркебайдың композитор болады деген ешкімнің ойында жоқ. Бірақ біз ертеректе сезгенбіз, осыдан 20 жыл бұрын Еркебай алғашқы Тырнақалды әнін отырар таланттардың фестивалға ұсынғанда, мен сол төрағалардың жаңағы әділ қазылардың құрамында едім. Сол баланың болашағын көріп, мынау Еркебай, аты Еркебай болмай, еркелейтін өлең емес, бұл болашағы бар деп шырылдап жүр, қорғап, осы Шәмшінің жолын арғай алып кететін бала деп, пәленбай дауыс қарсы болса да, негізі Еркебай қыз мінезді жігіт қой, бірақ мен араға түсіп, Еркебайға көкпарды беріп, мықты композитордың атақты сол кезде тұсауын кескен едім, болашағына сеніп. Бүгін сол Еркебай ақта дайындалайын. Бұл тек әшейін лирикаға ән жазатын әнші емес, композитор емес, бұл көрдіңіз, рухты көтеретін, бүкіл түркі дүниесін көтеріп, кентаврды тірілтіп, арамызға қазақтың рухын қайтарған батыр жігіт деуге болады бұны. Сол Еркебайдың әлі болашағы жоқ, Еркін бауырымыз Шүкіманов өте жақсы айтты. Өте жақсы, тек лирикамен алға бармаймыз, бізге рухты көтеретін, қазақтың егемендігін қорғайтын осындай өр жүректі композиторлардың әнімен жас ұрпақты тәрбиелейміз. Сондықтан Еркебай, сен бұл тек қана Көксарайдың емес, тек оңтүстіктің емес, отырардың емес, сен қазақтың Еркебайы болғаны құтты болсын. Түркі дүниенің Еркебайы бола берсін, құтты болсын, айнала қадамың. Алға! Қайырлы күн, құрметті өнерсүйер қауым, әншісүйер қауым, отыралықтар және көксарайлықтар. Мұнан бері бірнеше жақсы тілектер айтылып жатыр. Арамыздан шыққан өзіміздің әріптесіміз Еркебай бауырымыздың әндерінің тұсауы кесіліп жатыр. Сонау Қазақстанның түкпір-түкпірінен Маралтай ағамыз бастаған ағаларымыз Шәмші ауылынан
шәмшінің ізбасары шығыпты. Соны ән кешінің куәгері болып деп келіпті. Сіздерге басым дейміз. Рахмет сіздерге. Ал отырардың 90 жылдық мерейтойын қарсаңында өзіміздің отырар алқабынан шыққан шәмшінің ізбасары Ереке, бүгінгі кешіңіз құтты болсын. Мінекей аз уақыттың ішінде қазір сіз 100 әннің несін композиторы болып, халыққа керемет қолдау, жүрекке табатын керемет әдемі шуақты әндердің тұсауын кестіріп жатсыз. Мынау шығармашылығыңыз кешіңіз құтты болсын. Және мынау сіздің арнайы шәкіртіңіз кеп тұр, айып болмаса уақытылы шамалы. Шәкіртіңіздің ішіне арнау бар, соны қабылдаңыз, е? Ұстазға арнау. Ғажайып мерекелі күнде әдемі, отырар байтақ елім тыңда мені. Білімнің нәрін берген ұлағатты, ұстазға ұсынамын жүргәдені. Арманның отынста жандырыңыз, найзағай сөнбесінші жарқылыңыз. Асқарлы алатаудан қолын болғап, құстардан сәлем жолдар ән жырыңыз. Ақ көңіл қарлы ғаштай қалықтасын, әлемнің құдіретін дарытқасын. Әлемнің жақсылығын әнге қосып, тыңдаушы алаш жұрты жалықпасын. Өресі кең болғанда өнерлінің, біліммен еңбегіңіз ерен бүгін. Ұстазым, ән кешіңіз құтты болсын, шәкірттің қабылдаңыз өлең гүлін. Және мынау Еркебай, енді мынау ән кеш тағы да құтты болсын. Біз әріптеспіз. Еркебайда тарихшы, мен де тарихшымын. Еркебай өз жұмысында жауапкершілігі мықты, үнемі шығармашылықпен айналысып отырады, байқаймын. Ал Ереке, енді тағы да мынау ұжымның атынан біздің қуанышымыз шексіз, өте қатты толқып тұрмыз. Жүрекке баратын өте нәзік жолдарды таңдап, осы әнді ортаға шығарып, ойды бөлісіп, мынау әдемі көктемнің, күздің жер, ана әртүрлі боялып жатқан кезеңде жасап жатқан кешіңіз құтты болсын. Ұжымның атынан сізге үлкен құрмет. Рахмет. Ассалаумағалейкум алдияр ағайын. Бүгінгі мерейлі кешке қош келдіңіздер. Отырар әдебиет және өнері бірлестігінің атынан осындай құттықтау адресетіміз бар. Құрметті Көшербаев Еркебай Баймағұлы, сіздің қазақ ән қоржынына қосқан рухани үлесіңіз өлшеусіз. Сізді өнер мен өмірдің өзегіне айналған әсем әуен мен сырлы саздың иесі ретінде шығармашылық кешіңіздің өтуімен шын жүректен құттықтаймыз. Шығармашылығыңыз шалқи берсін, жаңа туындыларыңыз көптің көңілінен шығып, әсем әуеніңіз әлі талай жылдар бойы естен кетпес қуаныш сыйлай берсін. Елге келген ең жақсыларға қош келдіңіздер дейміз. Сондай-ақ Еркебай аға баймақтың ұлы, серседіңіз аймақтың ірі, міндетсінгенін көрген емеспін, мінезі жібек, әйбат ғұмыры, бұл деген ғажап бастама шығар, саздың осында астанасы бар, тарихты білер талант тұлға, тарихта қалмау масқара шығар. Еркебай аға баймақтың ұлы жаулап келеді, жайлап дүбірі, міндетсінгенін көрген емеспін, мінезі жұмсақ, әйбат ғұмыры. Рахмет. Еркебай жөнінде мынау жоғары жақтан келген ақындарымыз, сазгерлеріміз белді танымал
әні жөнінде керемет бағасын беріп айтып кетті. Шынында да Еркебайдың әндері өте терең, сазды, теориясы жоғары, сондай салмақты, өзі қандай болса, әндерді сондай парасатты. Бұл кісіге енді тек ақ жол дейміз. Мынау жаңа туындыларды әкеле берсін, мұныменен шектеліп қалмасын. Бұл кісінің бүгін енді Отырар ауданында сазгерлік жөніндегі шығармашылық кеш бірінші рет өтіп тұр, тұңғыш рет өтіп тұр. Сондықтан Еркебай бақытты десек болады. Рахмет. Рахмет. Қадірлі ағайын, осы Ерекеңнің шығармашылық кешін ұйымдастыруда өзіндік қолтаңбасымен Әділхан ағамыз өзіндік өнерін көрсетті, бүгін ұйымдастырушылық қабілетін көрсетті. Әдеке, сізге рахмет. Осындай талай ұлдардың, талай дарындардың тұсауын кесе беріңіз деген келеді. Рахмет. Жайғасыңыздар, рахмет. Ал енді кезекті және әнге берсек, Ерекеңнің және бір әдемі әні Алтынай Қошаманованың сөзіне жазылған «Жүрегіндесің» халықтың әні. Орындайтын Асқар Сапарбаев, қабыл алыңыздар. Tereskeyden koyun avun
Рахмет, Асқар Сапарбаев. Келесі кезекті және әнге берейік. Қазақтың сыршыл ақыны Фариза Оңғарсынованың өлеңіне жазылған «Жігіт» әні, Ерекең әні. Орындайтын мәдениет саласының үздігі Қайрат Құлыншақов. Қабыл алыңыздар. Армысыздар өнерсүйер қауым, кештеріңіз көңілді өтсін. Ереке шығармашылығыңыз жасай берсін, өнеріңіз өрлей берсін. Күллі болсын аспан дала, бақыт құшқан таңым бүгін. Жабықпа сен жасқан бада, бар күдіктен арыл күнім. Атсын сәулем таңдар күлім, санаспайық уақыт бенен. Осы емес пе арман күмір, осы емес пе бақыт деген. Осы емес пе арман күмір, осы емес пе бақыт деген. Атсын таңдар толып нұрға, шайнай түсін гүлім менің. Әлденеден қорықтың ба, неге жаным дірілдеді. Атсын сәулем таңдар күліп, санаспайық уақыт бенен. Осы емес пе арман күмір, осы емес пе бақыт деген. Осы емес пе арман күмір, осы емес пе бақыт деген. Көрейін мен келбетіңнен, алғи таңның арай нұрын. Сен өтейін тербетумен, кетсін тұнған талай ғұмыр. Атсын сәулем таңдар күліп, санаспайық уақыт бенен. Осы емес пе арман күмір, осы емес пе бақыт деген. Осы емес пе арман күмір, осы емес пе бақыт деген. Атсын сәулем таңдар күліп, санаспайық уақыт бенен. Осы емес пе арман күмір, осы емес пе бақыт деген. Осы емес пе арман күмір, осы емес пе бақыт деген. Осы емес пе бақыт деген. Рахмет. Рахмет. Ал енді Ерекеңе бір кішкентай сұрақ қойғым келіп отыр, енді шамалы серпілейік, қадірлі ағайын. Мына Ереке әр сазгердің немесе әр ақынның бір өзінің шабыт шақыратын музасы болады. Сіз шығармаларыңызды жазарда қандай көңіл күйде жазасыз, немесе не әсер етеді? Аян бере ме, түс көресіз бе? Рахмет, Сәке. Yes, дұрыс айтасыз, әр әннің туына бір себепкер жағдай болады ғой. Жалпы мен бала шағымнан кітапқа құмар болдым. Оны мақтанышпен айтсам да болатын шығар. Енді ертегі оқып өстік, батырлар жырын оқыдық. Содан кішкене поэзия беттерін парақтауға да кішкене ілініп, содан поэзия оқуды күні бүгінге дейін жалғастырып келе жатқан жайым бар.
сол поэзияны жалпы өзім оқи отырып алған әсерімді сондай өзімнің ортама, достарыма бір бөліскім келген ниетім болатын әрдайым. Сондықтан мен өлеңдерді бір мәнерлеп оқып, сондай бір дайындықта жүретінім, бір сәт туса сондай бір мәнермен сол поэзия өлеңдерін жырға қосып оқысам деген сондай бір ниетте жүретін едім әрдайым. Башқында алған әсерімді, жақсы дүниелерді өзім ортаммен бөлісу ниетінде жүретін әрдайым. Содан бір сол поэзия беттерін парақтай отырып, сол өлеңді мәнерлеп оқимын деп отқан тұста бір өзгеше бір сезім пайда болды. Бір өзіме бір бейтаныс бір әлемге кіріп кеткендей болдым. Сөйтсем сол бір алғашқы ән туындап қапты солай. Сол бір алғашқы бір ән жазғандағы сәтім әрдайым есімде, ол ұмытылмайды екен. Ол енді мынау Кентауда үлкен бір ақын кісі өткен еді, базарда жолып қалды, ол кісі өзінің кітабын сатып жүр екен енді. Мен оған дейін бірінші ақындардың өлеңдерін оқығам, бірақ ақынның қолынан, өз қолынан сатып алайыншы деп сол кісінің қолынан сатып алғам. Егінбай Жетпісбайұлы деген кісі. Сол кісінің бір махаббат тақырыбында шығарылған бір өлеңі болатын еді. Соған бір алғашқы әнін жазып, одан кейін Мұқали Мақатаев ағамыздың, Қадыр Мырзалы ағамыздың сондай бір өлеңдеріне әндер жалғасып, соны жинақтай жүрдім. Содан енді алғашқы әндерімді жалпы оқушыларға ұсынғам. Рахмет көп. Рахмет. Ой, Фырмай, көшеде пәлен қызды көріп ем, соған ғашық болып жазып ем деп айтама десем. Ал енді қадірлі ағайын, осы Ерекеңнің шабытына шабыт қосып жүрген әріптестерін мен ортаға шақырмақпын. Қос бірдей ақын қыз бар, отырардың отты қыздары Айгүл Пірімжанова, Раушан Мұратова қыздарыңызды, ақын қыздарыңызды ортаға шақырайын. Келіңіздер. Қайырлы күн, өнерсүйер қауым, құрметті отырарлықтар және қонақтар. Біз кішкене ғана қара өлеңмен тілегімізді жеткізуге ортаға шыққанбыз. Енді тарихқа артылғанда жүгінардың, мұңайып айдың жүзі құбылар күн. Раушанау мақтайықшы Ерекең деп, төл ұлын мекенінде ұлылардың. Айтар болсам мықты ұстаз ардақтаған, әр сөзін тереңінен салмақтаған, тамылжытқан әнімен туған жерді, әрі сазгер Еркебай ел мақтаған. Я, Раушан, елткен әсем әнмен тәмәмелді, құлақтың құрышы да қанар енді. Өнерге марғасқалар жүріп өткен, өнерін арқалаған балаң келді. Әніне естіген жан тамсанады, туған жер сенің арқаң жан сабағы. Болмысы қарапайым елестетті, көзіме рөлі Шәмші ағаны. Я, келсемін Айеке, Шәмшінің ұлы көшін жалғағаны, жүректен тулап шықты арман әні. Еркебай төрді отырған бүгінгі кеш, киелі отырарыма арналады. Пай-пай, ән тыңдап кеңге салған арқан еппен, отырар талант деді балаң неткен. Нотаға қасиетіңді тізіп жазып, әніне туған жерді арқау еткен. Сөзіме кім бар екен тағатынмын, бұлақ боп кейде рас ағатыным. Іздесең қоңыр күздей қоңыр әуен, белгілі Еркебайдан табатының. Өнердің маржан салып безбеніне, ғашық етіп сұлудың көздеріне. Тіл жетпеген жүрекке үн жетеді, мың алғыс Еркебайдай сазгеріме. Мың кешсең отырардың топырағын, әуелеп аспанында жатыр әнің. Төгілген жүрегіңнен әуендермен, тербелсін топырағы отырардың. Қадірлі ағайын, әр сазгердің өнер кеші осындай бола берсін дейміз, қадірлі ағайын. Сонау Алматыдан, Астанадан
қадірлі ақын ағаларымыз келіп Ерекеңнің мерейін өсіріп жатыр. Ендеше қадірлі ағайын, біз енді мынау кештің екінші бөлімі қазір мейрамханада өтеді. Сондықтан мына бірінші бөлімді автордың сөзімен біз қорытындыласақ. Ереке, ортаға шығыңыз кәнекей. Құрметті жерлестер, отырарлықтар, барша ағайын, өнерсүйер қауым, сіздерге үлкен алғыс айтамын. Менің титтей бір өнерімді бөлісіп келгендерің үшін көп-көп рахмет айтамын. Әрине, бұл қазақтың өнері үлкен мұхит тәрізді. Ал енді менің бір өнерім бір тамшыдай үлес болып қосылып жатса, менің де сол арман орындалған, төбемнің көкке жеткен деп білемін. Сіздерге рахмет айтамын. Енді бұл осы бүгінгі кешті ұйымдастыру әрине оңай болған жоқ. Менің өзімнің жеке өзім ісім деп айта алмаймын. Бұны ұйымдастыру оңай емес. Осы кешті ұйымдастыруға Отырар ауданы мәдениет бөлімі және Отырар әдебиеті және өнер бірлестігінің маған көп көмегі болғанмен мақтанышпен айтамын. Рахмет сіздерге. Құдай қаласа мен әрбір осы атсалысқан кісілердің өнерін осындай сахнада болғанын қалаймын. Алғысым шексіз. Рахмет сіздерге көп-көп. Рахмет қадірлі ағайын, уақыттарыңызды бөліп бүгінгі әдемі ән кешіне келгендеріңізге. Біз енді Ерекеңнің әні осы рухтас өнердегі інісі Нұрғали Сердалиевтің өлеңіне жазылған аға әнімен Нұрғалидың өзінің орындауында қабыл алыңыздар. Аға әні. Бәрекелді, ассалаумағалейкум, құрметті жерлестер. Ерекеңнің шығармашылық кеші құтты болсын, ағайындар. Өмірдің сан қилы жолдарын жүректен ән салып толғадым. Ізіңнен келемін, өзіңе сенемін, тілекшім ағажан қорғаным. Сүрінсем иықтан демедім, көзіңнен бақытты көремін. Қолдаушым тірегім, қардаяқ тілегім, әніме ағатай бөледім. Ешқашан ойыма шаттықты тойыңа қуанып келеді ұл-қызым. Азына байлығым, күлімдер ай күнің, шарқырап ағатай жұлдызым. Қазына байлығым, күлімдер ай күнің, шарқырап ағатай жұлдызым. Тарқамай береке базарым, әлемнің көре бер ғажабын. Қанатты қыраным, өзіңсің жүрәнім, ашылсын ағажан ажарым. Қуансам шаттанып тасыдым, мұңайсам қиналып жасыдым. Ғұмырың жайнасын, бағыңыз таймасын, ағажан аяулы асылым. Ешқашан ойыңа, шаттықты тойыңа қуанып келеді ұл-қызым. Азына байлығым, күлімдер ай күнің, шарқырап ағатай жұлдызым. Қазына байлығым, күлімдер ай күнің, шарқырап ағатай жұлдызым.
Рахмет қадірлі ағайын, отырардың аспанын бүгін әнге бөлеген Ерекеңнің шығармашылық кеші құтты болсын деймін, және де баршаңызға рахмет. Осындай өнер тойында, өнер кешінде жүздескенше қош саламатта болайық. Рахмет.